Алаяқтардан сақ болыңыздар, барша хабардар болсын. Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды біріншілерден болып білу үшін біздің арнамызға жазылыңыз. Видеомыз астына бір дана лайк және жазу түймелерін басыңыз, қолдарыңыз қымбат уланын қабырғаларына тиісін. Біз сізге ең жақсы жеткізуді жалғастырамыз. Ендеше біз бастадық. Сақ болыңыздар, министрлік қазақстандықтарға үндеу жолдады. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі соңғы кездері жиілеп кеткен алаяқтық әрекеттерден сақтануға шақырады деп хабарлайды бүгін Кз порталы. Өздерін әділет органдарының қызметкерлері ретінде таныстырып жүрген алаяқтар азаматтарды сендіру үшін мемлекеттік қызметшінің ID карталарын көрсетуде. Бұл туралы Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің ресми өкілі Талғат Уәли мәлімдеді. Оның айтуынша, алаяқтар азаматтарға хабарласып, өздерін Әділет министрлігінің басшылары немесе қызметкерлері ретінде таныстырып, жеке деректерін сұрауда. Осыған орай Әділет министрлігі бейтаныс азаматтарға немесе телефон шалған бөтен тұлғалар мен интернет-ресурстарға дербес деректер туралы мәліметтер таратпауды сұрайды. Әділет министрлігінің қызметкерлері телефон арқылы азаматтардың жеке деректерін сұратпайды. Егер де сіз аталған фактілермен бетпе-бет келген болсаңыз, құқық қорғау органдарына хабарласуларыңыз қажет, дейді Талғат Уәли. Бұл жаңалықтан көбірек адам хабардар болу үшін видеоролигімізді достарыңызға жіберуді және лайк басуды ұмытпаңыз, қымбатты көрермен. Сау сәлеметте болыңыздар.